Ассалаумағалейкум, роднойлар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Қазір кешкі видео, жұмыстан келіп, тауықтарын барлығын далаға шығарып, көгершіндерді шығарып, құстарымды барлығын қарап жатырмын қазір. Қазір енді бұлардың жем суларын беріп, көбіңіз ойлайтын шығарсыздар, не береді деп. Мен балапандарға рост беріп жатырмын қазір. Мінекей рост. Ертең жаңадан тағы балапандар келеді. Бір айлық оларға мен бір айлық балапандарға бір айлық деп бір күндік, 2 күндік балапандар келеді. Ертең Австралоп, Адлер дейтін балапандар келеді. Оларға енді старт дейтін жем алам. Алла қосса сіздерге міндетті түрде видеоға түсіріп көрсетіп алам балапандарға. Енді балапандардың орнын дайындау керек. Ана балапандар менде өсіп қалды қазір. Қазір суын берем. Қазір мен жақтың жемдерін беріп тастайын ең бірінші жем берем ғой. Қалғандарын содан кейін бастап берем жайлап. Менде көгершін, тауықтар бидай жейді. Басқа жем бермеймін. Міне кесі бидай. Ертең жемде алу керек. Бәрі бітіп жатыр. Шашып берем. Сеп. Осылай берем. Сосын суларын берем. Сол жүріс. Енді өздері қораға кіргенше осы жерде жүреді. Так, мынаның ішінде міне кішкене қараңғылау. Так, бір жұмыртқа туған. Оны қалтаға салып аламыз бүйтіп. Сосын таза су береміз, салқын су береміз, таза су. Мынаның ішін жуып шайып, таза су береміз. Тоже көгершіндерге де тоже солай. Таза су береміз. Жалпы негізінде біреулер бар ғой, мына судың үстіне су құя береді. Ол енді дұрыс емес. Жалпы негізінде тауық болсын, көгершін болсын, балапан болсын, ит болсын, не болсын, қандай да бір жануар болсын, құс болса да оған таза су берген дұрыс. Главный таза су беру керек. Балапан құстарым ғой, өсіп қалды. Енді бұлар үлкен құс болды ғой, балапан емес. Жақсы. Биылғы балапандарға бірақ. Балапандарда енді ішінде әтеші бар, тауығы бар. Өзіңіз қарап бағасын беріп жүріңіздер. Қараңыздар. Әлі құтақандай өспейді. Қалғандарын қараңыздар. Мына Австралоп, мына Адлер деп берді, бірақ Адлер емес. Мына Кочин екеуі. Өзіңіз білесіздер, мына жердің шөбін бәрін жұлған болатынбыз, бірақ қайтадан өсіп кетті. Мына әтеш араға көмбермейді ана тауыққа. Мына тауық анаған бағынбай ма, короче. Кішкене бір жақсы үлкендеу әтеш алу керек маған. Бірақ енді әтешімді әтеш алайын десем ақша құртып, мынаның ішінде Австралоппен мына Адлер сатыспа бірдеменің, короче, әтеші бар ғой. Сол әтешті алып қалам ғой енді қостарға. Ертең тағы Австралоп керек, тағы балапандар келеді. Олардың да ішіне әтеш шығады. Ол әтештің бәрін жинай бергенде маған ешқандай толқы жоқ. Сол үшін не болса да мен енді тауық алам. Сосын тағы бір 5 тауық бұл алу керек болып тұр, 2000 теңгеден тағы. Соны қарап отырмын, қазір 2000 теңге сататындар болса, бір несушка болсын, қандай да бір тауық болсын сатып алатын боламын, алла қосса. Әзірге жаңалық осы. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.